түйін етін жеген адам міндетті түрде дәрет алып ұмытпаңыздар. Мысалы сіз намазға дәрет алып алдыңыз, содан кейін ет дайын болып қалды. Сіз түйін етін жеп алдыңыз, содан кейін сізге қайта дәрет алу керек болады. Түсіндіре ма, иә? Түйін етін жегеннен кейін дәрет аласыздар, ұмытпаңыздар. Еттен тарататын түйін еті, сондықтан да түйін етін жеп алып ұмытып жүрмеңіздер, жарай ма? Сөйтіп, сол жерде бір бауырымыз уағыз айтқанда, сол жерде түйенің етін жесең дәретің бұзады деп қайтыс болыпты. Кейін жаңағы отырған бауырларымызда кішкене дәріске қатысып жүрген шәкірттерім бар ішінде. Сонымен сөз не болып қалған ғой деймін араларында. Дәретті бұзатын нәрсе санаулы ғана нәрсе ғой. Оның ішінде түйе етін жейсің ба, жылқы етін жейсің ба, қой ма, айтылмаған ғой нәрсе деп біраз неге келіп қалыпты. Кейін маған звондады. Осындай қайтыс етіп отыр деп. Кейін ненің қосты да бүткіл не естіп отырмыз, айта бер деді маған. Бауырым, біріншіден мына түйенің сіз хадистің несін білмейді екенсіз дедім, сіз тарихқа қарамайсыз ба? Әрбір хадистің өзінің тарихы бар. Аяттың да өзінің тарихы бар. Асбаб нұзул деп айтады. Әрбір аят былай тектен тек түсе бермеген тұрып алып. Бір оқиғаға байланысты, бір жағдайға байланысты. Осылай түсіп отыратын болған пайғамбарымызға. Пайғамбарымыз осындай дастарханда отырамыз ғой қонақта. Сөйтіп, жаңағыдай ортаға ет алып келді. Түйенің етінен осында тағам жасалынған. Сонымен бәрі тамақ жеп отырған кезде араларында сахабалар ғой, бір сахаба жағымсыз иіс шығарып қойды дейді. Намазың уақыты таяп қалған еді дейді. Пайғамбар ешкімді ұялтпайды. Пайғамбар біз қайсысың ол дейміз ғой сразу. Қайсысың ол деп. Пайғамбар олай айтқан жоқ. Кім түйенің етін жеді, дәретханаға кіріңіздер деп Пайғамбар өзі кіріп кетті дәретханаға. Дәрет жаңа сол жерде отырған баршасы дәретханаға кетті бір адамның есіне. Соның кім екенін де білмей кетті дейді, кім жел шығарып қойған. Осы хадис сол столдың дастарханның басында неше адам отырды? Соған ғана қатысты хадис. Ол сахих риуаятпен жеткен, ол тұр. Қазір сен оны оқып алып, міне, түйенің етін жесең дәретің бұзады екен деп айтсаңыз, оған мүлдем қатысы жоқ оған сіз дәретіңізге. Оның тарихы мүлдем басқа да.